Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын және жұп-жұмсақ жүрек тәріздес булочканың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Содан соң үстіне қантымызды саламыз. Және ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта бізде қант пен ашытқының арасында реакция жүріп, екі есе ұлғаяды. Енді осы уақыт аралығында біз тұзымызды саламыз, шым-шым. Тұзмен де түспей қалыпты. Енді жұмыртқаны саламыз және ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне електен өткізіп алған, алдын ала електен өткізген ұнымызды шетінен сала отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Алғашында осылай қасықтың көмегімен, кейіннен қолымызбен араластырып, жұп-жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Достар, толықтай құрамын описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Және осы видеоны көріп отырсаңыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Және каналымда түрлі рецепттер бар, әлі де қолжетімді рецепттерді ұсынатын боламын. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осындай жұп-жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Енді осы қамырдың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдыратын боламыз. 1 сағаттың көлемінде біздің қамырымыз көтерілетін болады. Видеодан қарасаңыздар болады. Жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын осындай қамырымыз дайын болады. Енді осы қамырды теңдей етіп бөліктерге бөліп аламыз. 10 немесе 12 бөлікке бөлсеңіздер болады. Енді қолымыздың көмегімен видеодағыдай домалақтап, кішірек қылып форма жасап аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, ешқандай ұнды қажет етпейді. Осы қамырларымызды оқтауменен жұқа қылып жайып аламыз. Жайылған қамырдың арасына ерітілген сары майымызды жағамыз және арасына кішкене қантты себеміз. Қалауларыңыз бойынша корица қоссаңыздар да болады. Мен осылай қантты сеуіптім. Енді видеодағыдай жақсылап орап аламыз. Шет-шетін міндетті түрде жабыстырамыз, әйтпесе ажырап кетеді. Енді осы екі қамырды жақсылап орап, видеодағыдай бірін-біріне қосып, ортасын пышақпен кесіп аламыз. Мінекей достар, бізде осындай жүрек тәріздес формаларымыз дайын болады. Қайталап көрсетейін. Арасына жағып болғаннан кейін осылай барлық жерін жабыстырып шығамыз. Енді екеуін біріктіріп, ортасын пышақпен кесеміз. Өте оңай жасалады. Енді осы дайын болған қамырларымыздың бетіне жұмыртқа жағып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді, арасы жұп-жұмсақ болады. Бізге өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша.